6 кызы бар бір еркек досына звондап айтады дейді, досым қатын ұл тапты деп қойш десе, иә ұл тапты 6 қыздан кейін ол деп, өле қойш қашан босанды десе, 2 күн болды už босанғанына, 2 күн тойлап жатырық деп, кімге ұқсайды түрі десе, білмеймін жежең әлі түріне қараған жоқпыз деп айтады дейді. Тағы бір анекдот. Көршілер деген чат барға WhatsApp'та, соған бір көрші жазады дейді. Мына 3-ші этаждағы көп балалы семьяның бала шағасы қайсыларың миларың жеді, түнімен ұйықтатпай айтыңдаршы, менен басқа қайсыларыңның қандарың ішіп жатыр десе, тағы бір әйел жазады дейді, менің деп. Сіз тура солардың қарама-қарсы стенасында тұратын әйелсіз ба десе, жоқ, мен солардың мамасымын деп айтады дейді. Тағы бір анекдот ұржы берейін, шабыт кеп тұрған кезде. Бір келіншек айтады дейді подружкасына, тұрмысқа шығу байға тию деген ойыншық нәрсе емес, тидің ба мәңгілікке тию керек, тем более үшіншілет деп айтады дейді. Тағы бір анекдот расылайын. Тағы бір қыз айтады дейді подружкасына, менің жігітім сондай жүрегі нәзік, романтичный жігіт деп. Қойш, кім айтты десе, ой, өткенде мен машинасының капотына бүйтіп сырып тұрып жүректің сүйретін саған кезде жылағанын көрсең деп айтады дейді.